Бәріңізге ассалаумағалейкум. Учет жайлы, мопедке номер туралы Legal Acts егов кз-те открытый НПА деген сайтта нормативные правовые акты. Бұл жерде жаңалықтар болып жатыр. Міне регистрация отдельных видов транспортных средств деген. Бұл жерде 11 қарашаға дейін до 11 ноября өздерінде сондай обсуждение болады екен. И содан кейін примерно енді бұл жерде болжау айтпай қояйын, бірақ енді олар тағы да бір айдан кейін негізі ол бәрін күшіне енгіздіру керек, сол барлық жаңағы айтқан өздерінің акттерін. То есть выходит, что егерде ол ноябрьде жатса, примерно сол 2025 жылы учет басталу керек. Сосын олар былай жазыпты, ең астына былай түссек, қазір көрсетемін, міне. Для регистрации мопедов их владельцы предоставляют документ, удостоверяющий личность. То есть жеке куәлік удастақты көрсеткен. Екіншісі документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора. То есть бұл деген документ емес, просто сіз соңға барған кезде сол салықты төлейсіз. Салық көп емес, там 3-4 мың теңге ма, сондай оған уайымдамасаңыз болады. Получается, жеке куәлік, кішігірім салық. Сосын технический документ при наличии или сведения о технической. Үшіншісі ол техпаспорты мопедтің, яғни 49 куб деген сертификаты. Сосын заявление от владельца дейді, сол енді өзіңіз жазасыз, мен осындай өзімнің мопедімді учетқа қояйын деп жатырмын деп, өзіңіз сондай өтінішіңізді жазасыз. Бесіншісі акт осмотра транспортного средства, ол скорее всего сол сверкадағы берілетін құжат. Оны ешқашықтан алудың қажеті жоқ. Сіз соңға барған кезде, мысалы Алматыда Саялы деген автосонда оң жағында бір СТО сияқты, мынандай бір немен гараж сияқты тұрады. Сол жаққа барасыз, маған сверканы өту керек дейсіз. Олар тексереді, доп бар ештеңке жоқ па, пластиктері бәрі орында ма. То есть мопедтің состояниясы почти что былай жаңа сияқты болып тұру керек та, бәрі істеп тұру керек. Былайша айтқанымен өздерінің былай техосмотры. И соны қарайды екен. Алтыншысы, егерде еще вин-код болу керек. Вин-код болмаса, олар өздері бір жеке вин-кодын жазып береді екен. Бірақ 99%-інде мопедтерде бәрінде вин-код бар. Поэтому джиги и не только там қыздар да мопедпен жүретіндер бар, қызығатын, уайымдамасаңдар болады, учетқа қойып береді. Кейбіреулер қорқытып жатыр, вот скоро 49 кубтарды бәрін жояды, заң шықпай жатады. Жоқ, 49 кубтарға рұқсат етіледі қойылуға. Мне прям legal акция егов кз-те уже шықты ресми түрде, что қойып береміз сендерге деп, сәл күте тұру керек. 1-2 ай күту керек, содан кейін бәрі болады. Давайте.